Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен іш қатқанда не істеу керек туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Іш қатудың екі түрі болады. Бірі созылмалы іш қату болса, екінші қан аздық жүдеген ұзақ уақыт отырып жұмыс істеу, уақытылы тамақтанбау кезінде ішектің бұлшық еттерін босаңсып кетеді. Сол кезде іш қату басталады. Енді ең тиімді жолы, ең оңай жолы күнде таңертең ыстығырақ су ішу 2 кесе. Бұл әдіс ішіңіздің қатқанын ғана қойдыртпай, ішіңіздегі артық шлактарды да шығарады. Екінші әдіс созылмалы іш қатқанда 4 апта бойы ұйықтар алдында қара өріктен 10-15 дана жеу керек. Иман жапырақтың 4 грамм дәнін 1 стакан суға 15 минут қайнатып, суығаннан кейін тамаққа дейін 1 ас қасық күніне 3 рет ішу керек. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.